üzeri işleyişsiz olan ağırlıklı tengürü trapeziyası, biyiktigi 12 cm. Және buyur қабырғасы шеңбердің центрінен 90 градус бұрышпен көрінеді. Бізге трапецияның ауданын табуымыз керек. Бұл трапецияның ауданын табу үшін біз осы диагоналды, асы диагоналды, шеңберге САД шеңберге тістейсіз болған бұрыш болды. Бұл бұрыш центрлік бұрыштың болмаса өз керетін доғаның жартысына тең, сонда 45 градусқа тең. Енді біз биіктікті дағы мына С төбесіне де биіктік түсірейік. С төбесіне де биіктік түсірейік. Н деп белгілейік. С-Н биіктік түсірдік. Бұл жер тік бұрыш. Демек АС-Н тік бұрыш, түш бұрыш. Тік бұрыш, түш бұрыш. Тік бұрыш, түш бұрыш. Bir bұрышы сер бұрышы 45 градус, демек екінші сер бұрышта 45 градус болса, бұл тең бүйірлі болады. Биіктік 12 болса, мына АН де 12-ге тең. АН тең СН 12 сантиметрге тең болады. Ал енді бізде трапецияның ауданы ВС плюс АД бөлінген 2 көбейтілген VH. Енді қарайық. АН 12-ге тең. Біз теңбүйір трапецияда мына төбесінен түсірілген биіктіктер теңдей мына жерде теңдей бөліктерді қалдырады. Мынау кіші табанына тең, HN, мына жер X-те белгілеп қояды. Екеуі де X болады. Бізде AN берілген. AN 12. Ал VS сонда неге тең болады? VS тең болады AN минус X-қа. Мына AN-ні мына X-қа зайттап кіші табаны шығады. Сонда бұл 12 минус X-қа тең болады. Ал A-ды неге тең болады? A-ды тең AN-де сол X-ті қосқанға тең. AN плюс X сонда 12 плюс X-қа болады. Енді біз формулаға келіп қояйық. 12 минус X плюс 12 плюс X бөлінген 2 көбейту VN-міз 12. 12 тең. X плюс минус болғандықтан қарама-қарсылықтан жойылады. Сонда 2 көбейту 12 бөлінген 2 көбейту 12. 2 мен 2 тарапта 12-ның квадраты 144. Жауабы 144 сантиметр квадрат.